Лателлер анимациялық студиясы және Гауман киностудиясы ұсынады. Канада және Франция елдері бірлесіп түсірген. Куат, Main Journey және Карамель фильм студияларының қолдауымен. Қош бол жетіндер үйі. Абайла, азақ қалды. Тоқта! Тыныш. Жібермек, Фелис қайта. Білмеймін, мырза. Қайда қарап тұрсың, ақымақ неме? Барда? Фелисті тауып кәл. Кешірметінем, сіз қайда қарап тұрсыз? Мұна жаққа ма, әлде мұна жаққа ма? Жаның барда тауып кәл. Басмай. Вектор, көмектесіп жіберші. Болды енді. Қашанға бұртиып жүрмексің? Жоға, бұртиған жоқпын. Тек менсіз қашпақ болғаныңа ренжіп жүрмін. Неге олай істедің? Мені қашқалы жүр деп ойладың ба? Жоқ, мүлде олай емес. Мен бар болғаны биікке шығып табиғатты тамашалағым келді. Есіңде болсын, Фелис. Қайда барсаң да менсіз тіпті 5 минутқа да шыдамайсың. Тағы бастадың ба? Бұның немен аяқталатынын өзің де білесің ғой. Сен екеуміз бұл жерге бір уақытта келгенбіз. Сондықтан бірге қашуымыз керек. Сөз берем. Жарайды. Ей, Вектор, мен лақтырам, сен қағып ал. Қап, күнде осылай. Енді кәрі қайталанбайтын болсын. Оқтыңдар ма? Кешіріңіз, ханым. Енді қайталамаймыз. Жә, болды. Оларды жібере сал. Рахмет, тәрбиеші ханым. Болды, бөлмеңе бар. Бүгін ерекше болып тұрсыз, құдды біздің Жә, туған болды. анамыздайсыз. Жарайды. Болды, жетер. Фелис, білем, себиш болуды армандайсың. Мен қана емес, бәрі білет. Жоқ үндеме. Кез келген адамның арманы болады. Бірақ мынау есіңде болсын. Арман тек қиялдағы нәрсе. Өмірде оған қол жеткізу мүмкін емес. Неге десең, өмір жолы қиын жол. Тыңдағым келмей тоқтың ба? Оқтым. Фелис, бұл Париждегі балет мектебі. Қара, Париж операсы. Мұнда талшыбықтай бұралған бишілер өнер көрсетеді. Ол жақ өте әдемі. Мұны қайдан алдың? Қайдан болушы еді? Достарынан алдым. Осы қарағаның жетір. Өтінем, маған бере тұршы. Жоқ. Өтінем. Жоқ. Егер бүгін бұл жерден қашып кетсек, сені сол жерге ертіп апарам. Уәде берем. Сөйтіп күндердің күні бүкіл елге танымал биші боласың. Ал мен әлемдегі ең мықты өнер тапқыш атанам. Мені бүкіл әлем танитын болады. Қандай жоспарың бар? Менде бір ой бар. Бұған дейін қандай да бір жоспарымның іске аспай қалған кез болған емес. Көрсетші, өтінем. Қашатын болса көрсетем. Қазір көрсет. Жоқ. Бер. Жоқ, сосын көрсетем. Қазір көргім келеді. Кейін көрсетем. Жоқ, қазір. Сосын. Париждегі балет мектебі. Тыныш, бұл мен ғой, кеттік. Ал
керек болса. Қойныңдағы тауық мінсіз жоспарыңның бір бөлігі ме? Әрине. Тамаша. Мына қыз қашып кете жаздады. Оны бас тәрбиешіге апара жатырмын. Жарайды, әпке. Тоқта! Қап, енді қайттық. Қашайық. Жаққа қарай қаш. Қане, Бар ойлап тапқаның осы ма? бірдеңе болса сынап шыға келесің. Ебедейсіз екенін білгенімде сенімен бірге қашпас едім. Өзіңе қарап ал. Қап, тағы соғысып қалдым. Сендерді ме білем? Мені ашуландырмай кері қайтыңдар, есікті ашыңдар. Қане! 3 ай бойы тауықтарды сырттарынан бақыладым. Олардың немен тамақтанатынын білем. Ашыңдар деймін. Тіпті қалай жүретіндерін де білем. Қалай жұмыртқалайтынына дейін зерттедім. Я, мен тауықтар туралы бәрін білем. Бәрін. Қара, бұл өнертабысымды тауықтың қанаты деп айтам. Мінекей. Міне, көрдің бе? Керемет. Тауықтың қанаты. Бірақ тауықтар шалмайды ғой. Қалайша? Есесіне қанаты бар. Демек шуы тиіс. Шаласың ғой, я? Солай ма? Қане қанатыңды жай. Үш, қане. Қап. Бәрібір ешқайда қашып құтылмайсыңдар. Бергеліңдер. Сендерді ме білем? Қазір сазайларыңды берем. Сау болыңыз. Не? Ал кеттік. Алға. Тоқтаңдар деймін. Алға. Жоқ. Иә. Күндердің күні барлық адамдар осылай шатым болады. Сандығым түсіп қалды. Бектар, ол саған жетейін деп қалды. Жеттім ау ақыры. Қазір екеуіңді шап беріп ұстап алам. Жоқ. Қап, енді қайттым. Қабая. Мынаны қара, қашып құтылам деп ойладың ба? Абайла. Рахмет. Виктор, абайла. Бәрібір сендерді қуып жатам. Жандарыңнан таспа тілмесем бе бәлем. Мына жаққа, тезірек. Тоқта. Қолыңды бер. Тезірек. Қолыңды бер, қане. Тоқтаңдар. Жібер оны. Ұсталдың ба бәлем? Жібер. Жібер мені, сасық неме? Жоқта. Жоқ. Ау. Әйтеуір бәрі ойдағыдай. Аман есен қашып құтылдық. Батыр екенсің, Виктор. Жарайсың. Білем. Виктор, біз олардан қашып құтылдық. Я, ойымыз іске асты. Я, Қап. өзім жөндеп берем. Анаң сені жетімдер үйінің алдына тастап кеткеннен кейін көзіңді ашқан сәтте ең бірінші көрген затың осы күйсандық болатын. Оны күтіп ұстасаңшы. Шағалып қала жаздады. Міне жөндеп қойдым. Міне. Көрдің бе? Алғыс айтудың қажеті жоқ. Ертең армандар мен пәк сезімнің мекені Парижге жетеміз. Ол бізді құшақ жайып қарсы алады.
Қайырлы таң, сұлуым. Қандай жеркенішті. Соңғы рет тісіңді қашан тазалап едің? Мынадан бастаңдар. Басым. Қайда келдік? Түк көрінбейді. Қайда болушы еді? Біз Париждеміз. Тыныш. Әйтпесе ұсталып қаламыз. Дыбысыңды шығарушы болма. Мен емес. Мәссаған. Қандай әдемі. Қандай керемет. Париж шынымен де әдемі екен. Ал балет мектебі қайда? Қоя тұршы, Фелис. Ал мен Парижді аралап шығайық. Терең демал. Бәріңе сәлем. Сақалыңыз қандай керемет. Өзіңізге жарасып ақ тұр. Құшағыңды жай Париж. Махаббат мекені. Арман қала. Атақ пен байлықтың мекені. Жарық шыр кеткен шамдар қаласы. Көгершіндер қаласы. Махаббат мекені дегенді айттым ба? Солай ма? Иә, айттың. Ал балет мектебі қайда? Оны білмеймін. Рас айтам. Жарайды. Бастысы біргеміз. Бір амалын табарымыз. Мүмкін мұнда босқа келген шығарымыз. Қалай ойлайсың? Олай деме, Фелис. Арманың үшін соңына дейін күресе білуің керек. Бірақ біз әлі баламыз ғой. Жападан жалғыз. Алып шақарда жүрміз. Балерина болуды бос қармандаған шығармын. Ал сен не дейсің, Виктор? 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 Қорқпа, аманмын. Кері қайт! Мен жүзе алмайым. Ертең осы уақытта көпірді кездесейік. Жарай ма? Бір амалын тауып осында қайтып келем. Жақсы, кездескенше, ертең осында қайтып келем. Виктор! Қайт деймін. Кетпеші. Өтінем. Не істеп жүрсің, бірдеңе ұрлап ал жүрсің бе? Жауап бер, ұрлықшы. Жауап бер деймін. Қане? Мен ұр емеспін. Мен балеринаның биін тамашаладым. Өтірікші. Қалтаңды көрсет. Жіберіңіз мені. Жібер деймісің. Қызды жайына қалдырыңыз. Ол бірдеңені жымқырып кетпекші. Жоқ, ештеңе ұрламадым, рас айтамын. Ештеңе. Жақсылап ойлан.
Егер оны ұстап алдым деп айтып барсаң, басшымызға оның мұнда қалай кіріп кеткен түсіндіруіңе тура келеді. Бұл жерді күзету сенің міндетің емес пе? Бар кінәні өз мойның алғың келе ме? Жарайды. Сен де қараңды батыр. Тоқтай тұрыңыз. Табаныңды жалтырат. Менде ұрлайтын ештеңе жоқ. Жіберіңізші, тынысым тарылып барады. Мені құтқарғаныңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Алғысыңды білдірдің, енді соңынан еруші болма. Кешіріңіз, әлгі балеринаның есімі кім? Розита Маури, театрдың бас балеринасы. Керемет. Әуеде қалықтап мың бұрала биледі. Бұл қимыл қалай аталады? Сізде балеринасыз ба? Айтыңызшы. Мен қарапайым қызметшімін, әбден мазамдалдың ғой. Кет бұл жерден. Бұл қалада маған сізден басқа ешкім мейірімділік танытқан жоқ. Рахмет сізге. Жан досымнан көз жазып қалдым. Барар жерім де жоқ. Мен жетіммін. Солай де. Мен баларды жек көрем. Әсіресе жетімдерді. Басқа ақмақты тауып ал. Адет, баспалтақтың кіріне 5 ит тойғандай. Ертеңге қонақ шақырып қойдым. Олар келгенде бұл жер жарқырап тұру тиіс. Жылан жылағандай болсын. Жарайды ханым. Ендеше жұмысыңды істе. Түнімен ұйықтамай барлық бөлмелерді тазалап шық. Сізге қолғап сетейін. Дереу бұл жерден қараңды батыр. Сізге көмектескім келеді. Мен үй жинай алам. Жетімдер үйінде балалар мені қызметші деп мазақтайтын. Мен жаспын, қол аяғым сау. Сіз сияқты тез шаршап қалмаймын. Мендей көмекшіңіз болса, қолыңыз ұзарып, біраз жеңілдеп қалатын едіңіз. Солай тұра бересің бе? Мәссаған, баспалдақтардың санда шек жоқ. Сіз осы үйдің қызметшісіз бе? Иә, әзірге осында қала тұруыңа болады. Тек бір шартым бар, сұрақ қойып мазалаушы болма. Осында біраз уақыт тұра тұрсам бола ма? Мазамдалма деп айттым ғой. Айтпақшы әлгі мыстан кім? Реджина Лео. Ол осы үйдің иесі. Сен сияқты жетім баларды таңғысқа жейді. Осыны есіңе сақтап ал. Жарайды, жұмысыңды істе. Айтпақшы, сіздің есіміңіз кім? Мұнда қашаннан бері істейсіз? Лақап атыңыз бар ма? Менің лақап атымды білгіңіз келе ме? Айтпақшы, менің жеке төсегім бола ма? Түнде қорылдайсыз ба? Білесіз бе? Мен балет мектебінде оқу үшін жетімдер үйінен қашып кеттім. Рас па? Сіз сол жерде жұмыс істейсіз ғой. Бәрін танитын шығарсыз. Маған көмектесе аласыз ба? Дәмесінің зорын. Кешегі би есімен кетер емес. Өзі керемет билейді екен. Мен билегенді жақсы көрем, ал сіз ше? Билегенді ұнатасыз ба? Соның кесірінен аяғын сылтып басасыз ба? Тұрғане. Иә, ханым. Мынау кім? Ешкім емес, көмекшім. Оны өзің асырайсың, ұқтың ба? Иә, ханым. Кірлерді кептіріп, бірін қалдырмай үтікте, тездет. Дұрыстап тазала. Сәлем. Қызметшілер есікті қағып кірулері тиіс. Сен кімсің? Мен Фелиспін. Адеттің көмекшісімін. Үй тазалаймын.
Міне тасылап болдым. Сау бол. Тоқта, еге құйрық. Сен мені аңдып жүрсің, солай ғой. Жоға, ол не дегенің? Жоқ, сен мені аңдып жүрсің. Әлемдегі ең мықты бишінің биіне тамсанып, қиялға батып жүрсің бе? Ойыңды дөп бастың ба, еге құйрық? Негізі сенен де мықты бишілер бар. Кеше бір қыздың... Тыңдағым келмейді. Балеринасың ба? Әлі біраз жаттығуым керек. Апам екеуміз балет мектебінен оқуға қабылдау қағазын күтіп жүрміз. Мен өте таланттымын. Оның үстіне мектеп директоры апамның мейрамханасында тамақтанады. Ол қабырға етін жегенді жақсы көреді. Демек, бір жылдан кейін әлемдегі ең танымал балерина атанамын. Балерина деймісің? Мен де. Түріңе қарасаң, етті еге құйрық. Сен қызметшісің, ал мен жұлдызбын. Қанша тырыссаң да мендей бола алмайсың. Бұл не? Менен бірдеңе ұрлап алдың ба? Жоқ. Көрсет. Бұл не нәрсе? Ол менікі. Маған қымбат зат. Мәссаған. Қымбат деймісің? Мәссаған. Жоқ. Реджина Лео ханым мен Камила Бегешке опера үйіне хат келді. Қағаз әдем екен, басқа хаттарға ұқсамайды, көк сиямен жазылған. Керемет. Көргенсіз неме, қазіргі балалар әдептің не екенін білмейді. Қане маған бер. Сен Камила Лео емессің. Жоқ, мен Камиламын. Мен ақымақ көремісің, бұл жолы тәртіп сақшыларын шақыруыма тура келеді. Тәртіп сақшыларын дейсіз бе? Не үшін өтінем жіберіңіз? Ла-ла-ла, мұнда не болып жатыр? Мына қыз өзін Камила Леомын деп таныстырды. Шынымен Камила Леосың ба? Иә. Бұл Камила Лео. Орныңызға барыңыз, қарауыл мырза. Өтінем, жарайды айтқаныңыз болсын. Қош келдіңіз, Лео Бегеш. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Менің аты жаным Огюст Эммануэль Вакор Бейл. Опера үйінің директорымын. Анаңыздың мейрамханасында әзірленетін қабырғалардың еті сондай дәмді. Сізді мұнда шақырған себебім де сол. Тек билей алсаңыз болған. Әрине. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, and say, oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it, don't know how to go. Looking for the rainbow, the storm inside me. Иә, биге икемің жоқ екен. Қателесесіз. Ендеше мұнда неғып жүрсің? Сынымыңа бар. Жарайды. Тарихтағы ең мықты қоюшы балетмейстерді қарсы алыңыздар. Мендей талантты хореографты шырақ алып іздесең де таппайсың. Бой десе бойы бар, ой десе ойы бар, кербез әрі мақта, нағыз батыр дерсің. Бойына нағыз жігітке тән қасиеттерді жинаған. Сізге менен бірдеңе қажет пе? Менің айтайын деген мынау. Камила Лео есімді қызды сенің сыныбыңа жібердім. Рахмет. Рахмет. Looking for the rainbow to break the storm inside of me. The rainbow to take the clouds that hide in me. I wanted someone to heal the heart of me. The rainbow. Сәлем. Сәлем. Қанекей. Тамаша. Менің атым Фелис. Фелиса? Жоқ, Фелис емес. Менің есімім Фели. Жоқ. Фели деген менің лақап атым. Сендер мен араласқым келеді. Менің шын атым Камила. Жарайды, менің атым Нора, бірақ достарым мені Нора деп атайды. Атыма затым сай. Иә. Ей, неғып тұрсың, бойыңды қыздырсаңшы. Бойыңды қыздыр дей ме? Мұнша ақымақ болар ма едің?
Бойды қыздыру мүлде басқа нәрсе. Байқауымша мұнда жаңадан келген көрінесің. Я, бүгін бірінші рет қатысып жатырмын. Бұл кім? Қалжыңдап тұрмысың? Бұл Луи Миранд, балетмейстер. Аты әлемге әйгілі хореограф. Жеке солист ретінде жасаған фотелердің саны бойынша рекорд орнатқан. Фуа, не дедің? Айналуды айтам, бұл өте күрделі қимыл. Барлығы 187. Қойылым аяқталғанда жүрек айнып қысып жіберді. Тыныштық сақтаңдар. Бірінші позиция, екінші, үшінші, төртінші, бесіншіде демаламыз. Бүгін жауапты күн. Сенерді мұнда жинаған себебім, жаңғақ шаққыш қойылымындағы Клараны сомдайтын бишіні таңдаймыз. Тұсаукесер жаңа жыл қарсаңында өтеді. Басты рөлде Розита Маури. Розита Маури, мәссаған. Мұндағы әрбір қыздың менің жаңа балетіме қатысуға мүмкіндігі бар. Сенен басқа. Бәрің тер төгіп дайындалыңдар. Сенен басқасы. Шеттеріңнен өнерлі әрі батылсыңдар. Менен басқасы ма? Дәл солай. Ертеңнен бастап іріктеуді бастаймыз. Күн сайын бір адамнан шегеріп отырам. Бүгін ғана келген байдың шолжан қызы ертең сенен бастаймыз. Апаңның көмегімен өтіп кетем деп тәмеленбе. Ұқтың ба мені? Парижде апамның мейрамханасындағыдай дәмді ет таппайсыз. Тыңда, мен ет жемеймін. Екінші, жоқ, үшінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Жоқ, екінші. Сәлем. Үшінші, Бонжур. үшінші, Қалың қалай? төртінші, бесінші, алтыншы. Мен де сені көргеніме қуаныштымын. Виктор, бұл сен бісің? Сәлем. Саған айтары бір әңгімем бар. Менің де. Қап, бұл жолы күл паршасы шығыпты. Оны жөнде аласың ба? Ойымдыма бір амалын табам. Бәстескеніміз есіңде ме? Ақыры мен жеңдім. Қандай бәст айтасың? Қайсымыз бірінші болып арманымызға қол жеткізетініміз туралы. Мен атақты өнер тапқыш болам. Рас па? Айтсам, сенбейтін шығарсың. Мен жұмысқа орналастым. Мына мұнараны салып жатқан адамның қол астында істеймін. Кеше құлағанда басыңды соғып алған жоқсың ба? Жоқ. Кеше екеуміз екі жаққа кеткен соң Париждің көшелерін араладым. Шынымен әдемі екен, көздің жауын алады. Кедергілерге қарамастан кеш батқанша серуендедім. Сосын мейірімді қала тұрғындары маған жол сілтеп, бағыт-бағдар көрсетті. Сөйтіп келе жатып, ойда жоқта бір барға кіріп кеттім. Бұл жерде мені бәрі құшақ жайып қарсы алды. Құдды інісі немесе туған баласы келгенде құрмет көрсетті. Сосын мен Матурин есімді бір керемет жігітпен таныстым. Әңгімеміз жарасып, бірге көңіл көтердік, би биледік. Содан кейін жаңа досым мені үйіне қонаққа шақырды. Әрі қарай не болған айтайын ба? Жаңағы досым Густав Эйфелдің шеберханасында жұмыс істейтін болып шықты. Әлемдегі ең мықты, ең мейірімді және данышпан өнер тапқыш. Көп ұзамай оның көмекшісі болам. Осыдан қарада тұр. Көресің. Иә, мен оның көмекшісі болам. Арманыма жеттім. Керемет. Рахат-ай. Айтпақшы, тауықтың қанаты деген жобамды әрі қарай дамытып жатырмын. Бұдан бұлай желдің жылдамдығына мән берем. Батпырау ұшыру арқылы жаттығып жүрмін. Иә. Мәссаған, менің де жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Мен енді бишімін. Рас айтам. Балет мектебінде оқып жүрмін. Көп ұзамай Париж балетіне бетке ұстар балеринасы боламын. Не Париж балетінің бетке ұстар балеринасы болам дейсің бе? Ал керек болса балет мектебіне қалай кірдің сонда? Есік арқылы. Алыстан жарық жанып тұрған көріп қалдым. Өтірік айтасың. Жарайды. Камила Лео деген бір қыз күйсандығымды сындырып тастады. Өтірік. Ол менен кешірім сұрағысы келді. Өтірік. Сөзімді бөлмеші өтінемін. Өтірік. Сөйтіп өзінің балетке шақырту қағазын маған бере салды. Өтірікші. Өтірік айтқанда мұрның делдейіп кетеді. Сені де дос дейді-ау. Би мектебіне оның атын жамылып бардым. Не? Сонда оларды алдап соқтың ба? Мұның не, Фелис? Виктор! 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 Кері қайт! Кетпеші, өтінем. Көп ұзамай қайтып келем! Тағы кетіп қалды. You'll be somebody.
You're gonna be somebody. You'll be bigger than Mars. You'll be somebody. You'll be somebody. Сабағымызды шпагатқа отырумен аяқтаймыз. Ал енді орындарыңнан тұрыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Бүгін сенімен қош айтысамыз. Боссың. Күшің тасып тұрса да, қажыған пілдей әрең қимылдайсың. Сол себепті қатыстырғым келмейді. Неғып отырсыз, бикеш, орныңыздан тұрыңыз. Маған осылай отырған ұнайды. Дереу орныңыздан тұрыңыз. Тұра алмаймын. Оны бұл жерден алып кетіңдер. Күніне бір адамнан шығарып отырам деп едіңіз ғой. Жарайды. Сені тағы бір рет сынап көрейін. Бірақ келесі жолы міндетті түрде қоштасамыз. Сау бол. Мирант мырза мені шек көреді. Олай деме, ол бишілерді солай жаттықтырады. Жоқ, Камила дұрыс айтады. Мирант оны жек көреді, қатты ашуланса таяғымен тізеңнен періп кеп жіберуден тайынбайды. Мирант мырза бәрібір мені таңдамайды. Сонда да бағын сынап көр. Босқа біреу болма, бәрібір сенің ешқандай мүмкіндігің жоқ. Бірақ мен осында қалғым келеді. Ендеше келесі сынаққа дайындалуға 12 сағат уақытың бар. Иә. Тыңбай еңбек етуің керек. Балерина болу оңай емес. Мынау кім? Руди. Жоғары сыныпта оқиды. Ол біздің мектебіміздегі ең сымбатты жігіт. Талай жүлденің иегері. Ол маған ұнайды. Шашы сап-сары. Және жып-жылтыр. Сыныпқа жаңадан келдің бе? Иә. Бұл Камила. Оның екі көзі бар. Көзіңде от жанып тұр, Камила, бірақ биге икемің жоқ. Солай емес пе? Ол менікі. Өзінше мені менсінбейді. Келес кездескенше, сұлуым. Демесің зорын қарай көр. Фелис, сен мұнда неғып жүрсің? Қазір бәрін түсіндірем. Онсыз да бәрі түсінікті. Тоқтай тұрыңыз. Тоқтаңызшы. Кешіріңіз мені. Шын жүректен сізден кешірім сұраймын. Кінамды қалай жуып шайсам екен? Мен саған сендім. Ал сен мен алдап кеттің, өтірікшілерді жек көрем. Сенің кесіріңнен жұмысымнан айырылатын болдым. Түсінем. Кінамды мойындаймын. Бірақ мен де түсінуге тырысыңызшы. Бала кезімнен биге жақынмын. Билегенді жақсы көрем. Розита Мауриді алғаш көргенде оның қимыл қозғалысына қайран қалдым. Сол сәтте дәл сондай болғым келетін ұқтым. Арманыма бір табан жақындадым. Мені түсіну оңай емес екенін білем. Өйткені сіз биді жек көресіз. Бірақ мынаны біліп жүріңіз. Бұл қылығым үшін сізден қатты ұялам. Кешіріңіз. Хат келді ме? Келген жоқ. Келген бетте маған әкеп беріңдер. Сен өзі билей аласың ба? Иә. Жақсы билейтін сияқтымын. Дайындық ертең таңғы 5-те басталады. Сіз үйретесіз бе? Басқа мұғалімге барайын деп бедің? Таңғы 5-те ме?
Дайындалатын уақыт болды. Қоңырауға қолың жеткенше секір. Не үшін? Қане, айтқанымды істе. Билейтін шығармыз десем. Көп сөзді ғой, қолында қоңырауға қарай сос. Қайтадан. Биге қашан дайындаламыз? Қашан дегеннес, дайындалып жатырмыз ғой. Фелис, қолыңды қалай болса солай сермейсің. Дәлдеуді білмейсің. Ырғақты мүлде сезінбейсің. Тепе-теңдікті сақтай алмайсың. Қыз деген кербез болушы. Неге олай дейсіз? Барақ рет секірдім ғой. Неге бірден сынап шыға келесіз? Әлде сынауға міндеттісіз бе? Негізі сенің бойында күш қуат жетіп артылады. Бірақ қажыған пілдей әрең қимылдайсың. Я, Миран мырза да маған солай деген. 10 жыл бойы еден жуып жүрмін. Осы сөзі жадымда қалып қойды. Ал енді қолың жеткенше қоңырауға секір, бірақ су шашырамайтын болсын. Бұл мүмкін емес қой. Бейші болғың келсе айтқанымды орындайсың. Жарайды. Қайтсем екен. Кетіңдерші. Көзіме көрінбеңдер. Кіш, кіш. Сен. Нашар биледің деп айтуға азым бармайды, бірақ әлі де көңілім толмайды. Балерина осылай билемекен, айтырға сөзім жоқ. Боссың, сау бол. Сен және мен шатырда. Қандай керемет. Өткенде сен мен дөрекі сөйлескенім үшін кешірім сұраймын. Ал енді өзімді таныстырайын. Мен Рудольф Дмитриев Станислав Артемьевич Ранковский үшіншімін. Толғаты жөнім осы. Есімің не деген ұсақ еді? Уайымдама, басында қиын болып көрінеді. Бірақ сен екеуміз ешкімге ұқсамайтын ерекше жандармыз. Біз ешқандай ережеге бағынбаймыз. Солай ғой. Осындай сөздермен қыздардың жүрегін жаулап алатын шығарсың. Бұл жай сөз емес. Мұны сенен басқа ешкімге айтқан емеспін, Камила. Қанеки, абайла. Абайла! Бір жеріңді жаралап алдың ба, Камила? Жоқ, дін аманмын. Әлгі Рудольф деген бала нағыз орыс ханзадасы болып шықты. Зәулім сарайда туыстар да бар екен. Өз сондай сымбатты. Мені опера үйінің шатырына ертіп апарды, көз алмай қарап тұрды. Осылай қарады. Бірер минут бойы менен көз алмады. Сосын былай қарады. Көрдің бе? Тоқтай тұршы, бала дейсің бе? Ол қандай бала? Туыстары бар деймісің, шынымен сымбатты ма? Есімі Рудольф бе? Солай ма? Иә, ол менің досым. Ол маған қалағаныңа қол жеткізуге мүмкіндігің бар деді. Мен де үнемі солай деймін. Бірақ ол жүрегіңе жеткізіп айтады. Жеткізіп айтама, жарайды, есесіне менде мынау бар. Қара. Мінекей. Сонда есікті айтамысың? Иә, есік. Бастығымның шеберханасына апаратын есік. Ол инженер. Не бір нәрсе ойлап табады. Егер есіктің артында не бар екенін білгің келсе, жұмған аузыңды ашпа, үндеме. Жарайды, аузымды ашпауға тырысам. Ал, кеттік. Мәссаған. Бұл не нәрсе? Бұл жаңа кезеңге өту мүсіні. Жақында оны Америкаға жөнелтеміз. Бұл үлкен құпия.
Сондықтан оны көргеніңде ешкімге айтпа. Жарай ма? Айтып қойып жүрме. Ешкімге. Жарайды. Ал мынау менің жұмыс орным. Тың идеялар алаңы. Жүр, саған өз туындымды көрсетейін. Жүр. Қайсынан бастасам екен, а? Мысалы, мынау... Мынау тауық қанаты жобасының сызбасы. 3-ші нұсқасы. Бастығым екеуміз бір қатар маңызды жобаларды іске асырмақпыз. Ол үшін әрине біраз тертеу керек. Мыналардың бәрін қолдан аласың ба? Әзірге бәрін емес. Ең бастысы, менің өз орындығым бар. Әссәлем, Виктор. Бұл үй тазалаушы, өзінің бойы бір қарас. Қалған қарындаштарды ұштап қою керек. Сосын бастығымыз аяқ киімін жылтыратып тазалап қойымызды бұйырды. Бастығың сені шынымен данышпан деп атай ма? Иә, бірақ негізгі идеяларды өзі ойлап табады. Қай-қайсысы болсын мақтануға тұрарлық. Бірақ бұл тек басы ғана. Мінекей. Айтпақшы, Виктор, сенің айтқаның рас болып шықты. Армандар шынымен орындалады екен. Жоқ. Қап. Бірінші позиция, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Бұл 5 позиция бидің негізі болып саналады. Бірінші позиция, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Ал енді секіреміз. Бірінші позиция, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Еңсеңді тығызда күлімде. Егер шаршасаң, онда бірдеңе үйрендің деген сөз. Байқауымша, сізде жас кезіңізде биші болған көрінесіз. Артық сұрақ қойма дедім ғой. Тағы да. Бойың жету үшін бақайдың ұшымен тұруын керек. Қорықпа, тепе-теңдікті сақта. Бақайлардың тал шыбықтай майысқа ғары тастай мақты болу керек. Осыны есіңде сақта. Бірінші позиция. Дұрыс емес. Қолмен сүртпе. Не? Бұлай байқап көр. Ауырып кетті. Жіберіңізші. Айтыңызшы, сізде биші болғансыз ба? Иә, менде кезінде биші болғам. Шерлок Холмс дұрыс айналу үшін алдымен тепе-теңдікті сақтауды үйрену керек. Бір нүктеге қара. Ордыңнан тапжылма. Бір орында тұр. Жарайсың. Ал енді маған қарай жүр. Тек суды төгіп алма. Тамаша. Қанекей. Оң аяғың мен сол аяғың ербеңдеп қайта-қайта құлай бересің. Сенен биші шықпайды. Болашағың алда. Соған бола еңсеңді түсірме. Шырақ сатушыда жаман мамандық емес. Бірінші позиция, екінші, үшінші, төртінші, бесінші позицияда демаламыз. Кешегіден жаман емес. Рахмет. Енді мен биікке секіруден қорықпаймын. Мен Жозефина Ханшайыммын. Иә. Биге деген ынтаң жоғары. Бірақ дайын болу бір бөлек. Ал үйренгенді іске асыру бір басқа, сондықтан күнде дайындаламыз. Онсыз да күнде дайындаламыз ғой. Не үшін билеп жүрмін деген сұраққа жауап бере алсаң ғана дайын екеніңе сенем. Талай рет айттым ғой. Бұл менің арманым. Абайласаңшы, айтпақшы биікке секіру гран-жоте деп аталады. Бірақ сен оған әлі дайын емессің. Бұл би ме әлде кунг-фу ма? Өте күлкілі. Бұл Виктор. Жетімдер үйінен екеуміз бірге қашқанбыз. Сәлеметсіз бе? Ал жапқышыңыз әдемі екен. Кешкісін екеуің серуендеуге барасыңдар ма? Иә. Үйге кеш келетін болсаң, жақсылап тұрып сазайыңды берем. Айтпады деме. Жарайды, айтсаңыз болды. Уайымдамаңыз ханым. Филис екеуміз алысқа ұзамаймыз. Көп ұзамай қайтып келеміз. Британдық музыка. Жүр билейік. Кешіріңіз.
қане? Бұл жер керемет екен. Иә, Көңіл көтерейік. иә. Тоқта, саған мен ұнайын ба әлде осы жер ме? Мәссаған, жарайсың. Ол менің сүйіктім. Жолың болған екен. Мәссаған, керемет. Ертең би мектебінде әдеп сақтауыңды өтінем. Дегенмен бүгін жақсы биледің. Өнеріңе тәнті болдым десем де артық айтпаспын. Рахмет, мырза. Алақай! Артыңнан неге қуып келе жатқанымды білмеймін. Бірақ бұл үшін мен көңіл қуантарлық жағдай. Иә, жарайды, үйге кірейін. Ертең сынақ тапсырам. Кездескенше. Жарайды, қайырлы түн. Фелис, мен... Иә, Сен керемет бишісің. Сені қатты жақсы көрем. рахмет. Не істеп тұрсың? Жай ештеңе керіліп созылғаным ғой. Арқам құрысып қалыпты. Міне, енді тәуір болдым, жарайды. Мен де үйге қайтайын, сау бол. Ақымақ. Әй, Виктор, Аха, бүгін уақытты керемет өткіздік. рахмет. Қайырлы түн, Фелис. Кешіріңіз. Камилла, Лео, Бикеш. Кездескенше. Арсыз неме, оның абақтыға жабылуын талап етем. Ол менің атымды жамылып, арманымды иемденіп алды. Мектептегілердің бәрін алдап жүр. Жаның барды бәрін қайтар. Тым әсірелеп жібердің. Жарайды. Шын есімің кім? Менің аты жөнім Фелис Либра. Британдағы жетімдер үйінен қашып кеткем. Камиланы ренжітейін деген ойым болған жоқ. Бірақ опера үйінде билегім келді. Кешіріңіздер. Ханым. Сен бізге сатқындық жасадың. Сен бұны әдейі істедің. Ту сыртымнан пышақ ұрдың. Ендігі әрі көзіме көрінуші болма. Сабыр етіңіз. Бұл сөзім сіздерге ұнайма жоқ па білмеймін. Бірақ мен мынандай шешімге келдім. Лео Бекеш ертеңнен бастап кардебалет құрамында өнер көрсетесіз. Жаңғақ шаққыш қойылымына қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ мынау есіңізде болсын. Егер Адет ханымды жұмыстан шығарсаңыз, мен Камиланы топтан шығарып жіберем. Ал сен әу бастан ебедейсізсің. Биге икемің жоқ. Ол аздай өтірікті судай сапырдың. Бірақ сенің қайтпас қайсар мінезіңе тәнті болдым. Күні түні дайындалдың. Ұстазың да сен үшін аянып қалмады, сондықтан осында қалуыңа рұқсат етем. Егер топ жарып шықсаң, кардебалеттің мүшесі атанасың. Ал егер қолынан келмесе, театрдан бір жола кетуіңе тура келеді. Түсіндің бе? Иә. Сізде бәрін ұқтыңыз ба, ханым? Иә. Олай болса, Британиядан келген Фелис Либраның балет саласында жетістікке жету, жетпеуі тікелей өзіңізге байланысты. Ол менен асып түсе қайтем, апа? Қайтсең де басты рөлге қол жеткізуің керек. Жақсылап дайындал. Мен де қарап қалмаспын.
Ол тіпті еден сыпырғанда өзін кербес ұстайды. Жас кезінде жақсы балерина болып еді. Мықтының мықтысы болған. Бүгінде мұндай балериналарды табу қиын. Бір күні сахнада өрт шықты. Не болды, Фелис? Мен сізді мақтан тұтам. Маңызды шаруалар жетіп артылады. Бәрінен бұрын сені жақсылап дайындауым керек. Өйткені болашағың осыған байланысты. Камилладан асып түсуге тырыс. Ол қызу дайындалып жатыр. Оны бұрыннан білем. Ол өте жақсы біледі. Барлық қимыл қозғалыстарды біледі. Алған бетінен қайтпайтын қайсар қыз. Діттеген мақсатына жетпейінше тыным таппайды. Өзі сондай еңбек. Төмен жоғары. Тақыда. Аяғым талып кетті, апа. Әлсіздер ғана шаршай. Қане тоқтама. Сенің басты мақсатың рөлге қол жеткізу. Камиланы тізе бүктіру оңай емес. Ол бидегі барлық қимыл қозғалыстарды жаттап алған. Ал саған келсек, тамақты аз ішесің. Мұның жарамайды. Итерсе құлап қаласың. Қысқасы, Камиладай балеринаны жеңу әсте оңай емес. Мықтының мықтысы болуың керек. Жігерлендіргеніңізге рахмет. Бірақ айтуыңызға қарағанда оны жеңе алмайтын сияқты. Жеңесің, өйткені сенің бойыңда ерекше қасиет бар. Ал Камиланың бойында жоқ. Ол құштарлық. Сол сезімді ешқашан жоғалтпа. Қуанғанда немесе көзіңнен жас тамғанда, ішіңдегі бүкіл сезіміңді би арқылы жеткіз. Әсем әуенмен бірге көкке қалықта. Әрбір нотаны сезіне біл. Музыкамен өмір сүр. Әуен ырғағын басыңнан бақайшағыңа дейін сезініп, жүрегіңнен өткіз. Сонда биіңде әсерлі болады. Тек осындай бимен ғана көрермендердің жүрегін жаулайсың. Төзімен құштарлық ұштасқанда ғана діттеген мақсатыңа жетесің. Арманыңа қарай қадам жаса. Сонымен бүгін тағы бір бишімен қош айтсамыз. Осы жерде сенің сапарың аяқталады, Нора. Қандай сапар? Мен кетем бе? Сен маған найсың. Камиладан асып түс. Камила Фелис. Ертең таңғы сағат 8-де Розита Мауридың қатысуымен өтетін жаңғақ шаққыш қойылымындағы Клараның рөлін кім сомдайтыны белгілі болады. Сондықтан бүгінгіден де жақсы дайындалып келіңдер. Сәттілік тілеймін. Аз ғана уақыттың ішіне биді жақсы үйреніп алыпсың, еге құйрық. Бірақ ертең сөзсіз мен жеңем. Олар мені таңдайды. Көреміз. Күні түні ұйықтамай дайындалсаң да, қанша тыраштансаң да менен асып түсе алмайсың. Осыны есіңе сақтап ал. Мен де бар күшімді салам. Өзіңді кіммін деп ойлайсың? Жауап бер. Кімсің сен? Сен ешкім емессің. Маған жету қайда? Ешкім емессің. Камиланың сөзін көңілің алма. Сен жалғыз емессің. Не? Жаныңда мен бармын. Бүгін не істейтінімізді ойластырып қойдым. Қарым-қатынасымызды нығайта түсу үшін бүгінгі кешті бірге өткізейік. Мен саған Эйфел мұнарасын сыйлаймын. От шашуды тамашалаймыз. Бүгін кешкі 7-де келістік пе? 7-де. Сені күтем. Ертеңге дайындалуым керек. Жоқ, дайындалып қайтесің. Онсыз да мықты бишісің. Оған ешкім күмән келтірмейді. Сен ерекше жансың. Тағы да айтшы. Кешікпей кел. Фелис, шын жүректен мынаны саған тарту етем. Қабыл ал. Жоқ. Виктор, ол мені ақтық сынға өткізді. Рас па, құттықтаймын. Менің де тамаша жаңалығым бар. Бірер сағат бұрын бастығымен сөйлестім, ол маған, «Ей, құбыжық неме, аяғымды басып кеттің ғой» деп ашуланды. Ал мен күліп жібердім, өзімді ұстай алмадым. Ұят емес пе? Өзің әдептен жұрда екенсің. Не, мені әдепсіз деп кім айтты? Руди сондай әдепті бала. Рудиңді тағы мақтап жатырсың ба? Әлде ол сенің жігітің бе? Жоқ. Бірақ екеуміздің арамызда ерекше байланыс бар. Болды, жарайды. Мейлі, айтқаның болсын. Бірақ мен де әдептімін. Керек десең, мен де сенімен ерекше байланыс орната алам. Бүгін сені кешкі асқа шақырам. Ол жерде пышақ, шанышқы және майлық болады. Кешкі сағат 7-де жарай ма? Бұл оның иә деп жауап бергені ме? Иә, келіскен сияқты. Отыр. Саған бір сыйлық дайындап қойдым. Оны жас кезінде кием. Енді ол сенікі. Керемет. Әдемі екен, рахмет.
Жа, көп сөзді ғой, жақсылап тамақтанып ал. Сосын дайындықты бастаймыз. Не болды? Бүгін Рудимен кездеспекшімін. Ол маған, онсыз да мықты бишісің, сен ерекшесің деді. Не үшін билейтініңді айтшы. Ол сұрақты қоя береді екенсіз. Биші болған кезімде сынақтың алдында жақсылап дайындалып, кешке қарай дем алатынмын. Руди мені күтетінін айтты. Тоқта. Жоқ, сіз менің анам емессіз. Кешіріңіз, байқаусыз даусымнан шығып кетті. Жақсы бара бер. Құсқа қарашы. Жоқ, маған қара. Құсқа қараш. Жоқ, маған қара. Бұл менің саған арнап шығарған әнім. Қалай, ұнады ма? Бұл өлең бе? Түсінікті. Көкте қалықтаған құсқа қара. Ешкімге ұстатпайды. Зер салып қара. Шиқ, 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 шиқ. Шиқ, шиқ. Құт, 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 құт. Ұнай ма? Қалай десем екен? Ерекше өлең. Басқа өлеңдерге ұқсамайды. Білем, рахмет. Жүре ғой, сұлым. Мұнараның басына шығайық. Жоғардан жұлдыздарды тамашалайық. Ал Матурин, жақсылап дайындалайық. Қане, классикалық музыка ойна. Негізі, скрипкада жақсы ойнаймын, бірақ классикалық музыкаға келгенде шорқақпын. Жоқ, тоқтат, болды жетеді. Тоқтат. Жарайды, классикалық музыка ойнай алмасаң, британдық музыка ойна. Елтіп әкететін романтикалық музыка болсын. Филис оны тыңдап отырып, менімен шүйіркелесіп кетеді. Ол қазір осында келеді, күлімдейді. Ал мен оған ойлы көзбен қараймын да, күй сандықты тартып өтемін. Сол сәтте Филис деп сөз таппай қалады. Қыздардың сырын білем деп айта алмаймын. Олар мен үшін шешілмеген жұмбақ. Бірақ сенің сүйіктің келе қоймас. Я, ол мұнда келмейтін сияқты. О, не дегенің, Матурин? Әрине келеді. Мен тіпті оның әтірін иісін сезіп тұрмын. Я. Қап, мына қаңғыбастарды қарашы. Парижді өңкей қаңғыбастар мен қайыршылар басып алыпты ғой. Қорқпа. Тыныш. Соңынан ер, ештеңеден қорқпа. Казачок биіндегі қимыл қозғалыстардың көмегімен қарсыласыңды қалай жеңуге болатынын білем. Мұның тіпті ақылға сыймайды. Болды, доғар. Ол менің досым. Я, ол менің досым. Не қалжыңдап тұрмысың? Жоқ, оның есімі Виктор. Екеуміз бірге өскенбіз. Міне қызық, өте күлкілі. Досым дейсің бе? Досың болсам, неге оның алдында ұялып тұрсың? Ұялып тұрғам жоқ. Ұялғанда қандай? Кірерге тесік таппай тұрсың. Жарайды, бәрін түсіндім. Мені қызғанып тұрмысың? Жоқ. Опера үйіне орналасқалы бері кім болуды армандап жүрсің? Мына көк көз неменің қасынан бір елі қалмайсың. Бірдеңе десем, оны қорғаштап шыға келесің. Сен едек бәттің, тіліңді тартып сөйле, бауырым. Шынашағыммен түртіп қалсам, жерге ұшып түсесің. Бірақ саусағымды кірлеткім келмейді. Сонда мені салақ біреуді ойлаймысың, бірақ мен сен сияқты қыздардың тырысқан шалбарын киіп жүрген жоқпын. Бұларың не? Филис менің музам. Солай ма? Мен үшін де солай, бірақ мен оны сенен артық жақсы көрем. Ұқтың ба? Ұзын тұра. Мә саған. Мә. Доқарыңдар. Екеуіңде ақымақсыңдар. Ақымақ. Түсінікті, жарайды, сау бол. Жақсы, сау бол. Мен алдап соққаның ба? Қап. Сынақ тапсыратынымызды ұмытып кетіппін.
естуімше, көзіңе қарасаңшы. Жаңғақ шаққыш қойылымынан қомақты табыс түсетін көрінеді. Кешіріңіздер. Браво, браво. Рахмет, Бикеш. Жетім қыз кешігіп жатыр, ал сынақ аяқталды. Жақсы, Фелис сынаққа келмеді. Демек, жаңғақ шаққыш қойылымында Камила Розитамен бірге билейді. Тоқтаңыздар, мен келдім. Уақытында келмегенім үшін кешірім сұраймын. Билеуге рұқсат етіңіздер. Сынақ аяқталды, уақытында келуің керек еді. Ханым, орныңызға отырыңыз. Кешіріңіздер. Ұйқыңыз қанды ма? Онша емес. Кеше дайындалдыңыз ба? Жоқ. Неге? Жарайды, музыка. Басынан баста. Ол құлап қалды ғой, оны бұл жерден қуып жіберу керек. Басынан бастаңыз. Өткенде қалай келіскеніміз есіңізде ме? Камила, жаңғақ шаққыш қойылымындағы Клараның рөлін сен сомдайсың. Тұрғане, өмір бойы осында тұрам деп ойлаймысың? Сүйкімсіз егеу құйрық. Жоқ! Жіберіңіз! Жоқ! Жоқ. Өтінем. Адет ханым, құтқарыңыз. Адет ханым. Фелис. Енді оны еш қашан көрмейсің. Айтпақшы, сені де жұмыстан босатамын. Тоқта! Әлгі Фелис қайда? Қайда деймін? Мен мұндамын. Жақсы. Жарайды. Айғыз қыз үмітін үзген сияқты. Қайтесің соны. Соған бола қайғырмай қой. Оған сол керек. Білем. Мен де оны сағынып жүрмін. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if our gaze is a winding bay, can you feel it? And if you can't tell, I'm a restless girl. I got
бұрынғыдай қашып кетпек болдым, бірақ сіз көріп қойдыңыз. Иә, мен ақымақтық жасадым. Кешіріңіз, ал енді рұқсат етсеңіз, бөлмеме барайын. Жүре ғой, тездет. Алақай! Алақай! Рахмет. Бара ғой. Бар енді. Сізге көмектесейін. Көмегім тиіп қалар. Еден жолам. Жетімдер үйінде бәрі мені қызметші деп атайтын. Шынымды айтсам, сізді қатты сағындым. Жаныңызда болғым келеді. Кешіріңіз мені. Сізді сағынып кеттім. Мен де. Жүре ғой. Миран шатырдан маған бір бөлме берді. Саған да орын табылып қалар. Жұмыс сағат 6-да басталады. Түскі 1 сағат уақыт беріледі. Таңғы 6-да ма? Рас айтам, ол мұнда жоқ. Қашан келетін білесің бе? Өтінем, айтшы. Негізі жоқ, қайда кеткен білмеймін. Я білмеймін. Ендеше. Оған сөзімді жеткізші. Қатты өкінем. Мейірімсіз ақымақ әрі жеңілтек болыппын. Оған мен... Дөрекілік танттың. Я дөрекі болдым. Виктор айтшы, ол менің ең жақын досым. Оны жақсы көрем. Бұл менің қолым. Я, негізі менің 3 қолым бар. Я. Рахмет. Оқасы жоқ. Сау бол. Сау бол, Виктор. Ол Виктор емес. Ол мұнда жоқ. Виктор кей сандықты жөндеп қойған ба? Өзі шебер екен. Түріне қарасаң сөз ұқпайтын ақымаққа ұқсайды. Менімен мүлде сөйлескісі келмейді. Уайымдама, Фелис. Жоқ. Мына билерің жарамады. Тағы ашуланып жүр. Тоқтат. Құдды бір жаны жоқ қуыршақ сияқтысыз. Лео Бегеш бүгін қойылымның тұсаукесері болады. Ал сіздің жүзіңізден ешқандай эмоция байқалмайды. Бәрін сіз айтқандай орындадым ғой. Жаттанды қимылды қайталай берсең, көрермендер зерігіп бітеді. Бір сәт ішкі сезіміңе құлақ түріп, би қимылдар арқылы көрсетуге тырыс. Би дегеніміз жаттанды қимылдар емес. Ол бишінің ішкі жан дүниесі, түсінемісің? Я, ол ештеңе сезін алмайды. Қойылымның сәнін кетіретін болды ғой. Жарайды, мен бар баспалдақты жуайын, ал сен сахнан тазала. Жарай ма? Жарайды. Қайтар. Ол менікі. Енді қайтейін. Бұл жолы қаттырақ лақтыруға тырысам. Осыдан лақтырып көр. Қайда кетіп барасың? Менен төмен екенді мойындап қашып барамысың? Әлде біраз жаттыққаның үшін. Қойылымға мүлде дайын емессің. Нағыз балеринаның қандай болатынын көрсетейін. Қане көрсетші. Өшірніңді. Бүгін мұнда ине шаншар жер болмайды. Күллі Париж халқы менің өнерімді тамашалауға келді. Бәрі маған сесіне қарайтын болады. Олай болмаса ше. Өткенде не дегенді ұмытып қалдың ба? Сен ешкім емессің. Және солай болып қалады. Ұқтың ба? Мұны анықтаудың жалғыз ғана жолы бар. Осы жерде дәл қазір сайысамыз. Time for me to take
Шайқас басталды. What's wrong with being confident? What's wrong with being confident? Біз саған сенеміз. Шыны керек, бәрімізді таңғалдырдыңдар. Екеуіңе де қояр сұрағым бар. Не үшін билейсіңдер? Соны айтыңдаршы. Менің билейтін себебім? Апам маған балет мектебінде оқисың деп бұйырды. Мен үшін би өмірімнің бір бөлшегі. Бұл өнер менің бойым анамның сүтімен дарыған. Одан кейін әрине Адет ханым көмектесті. Оған айтар алғысым шексіз. Биді бәрінен артық жақсы көрем. Бисіз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Ол билеу керек. Бұл өте әділетті шешім, Лео Бикеш, әрі өте батыл қадам. Опера үйінің есігі сіз үшін әрдайым ашық. Фелис, бүгін жаңғақ шаққыш қойылымында сіз өнер көрсетесіз. Жарайсың. Жарайсың, күнім, жарайсың. Браво, браво, браво. Браво, браво. Алақай! Қара, бұл жобамды көгершін қанаты деп атаймын. Мен саған керемет, бірақ оны сынақтан өткізуге қорқып тұрмын. Нар тәуекел деп сынап көрейік. Меніңше бұл жолы еш кедергісіз ұшады. Мұндай ұшақ ешкімде жоқ. Матурин бізді оңаша қалдыршы. Қашан? Матурин, мен кімге айтып тұрмын? Тап қазір ме? Жарайды. Екеуіңді оңаша қалдырайын. Кешкісін опера үйінде өнер көрсетем. Келіп өнерім тамашалауыңа болады. Рас па? Иә. Мен сені ұнатам, Фелис. Сенімен бірге қуанып, бірге қайғырғым келеді. Иә, сенімен бәрін бөліскім келеді. Саған не болды, Виктор? Енді оған көмектесе алмайсың. Қызымды алдап соққаның аздай. Оның орнын тартып алдың. Апа, тоқтаңыз. Енді мен абыройыма нұқсан келтіргін келеме? Өзің бір тойымсыз екенсің. Апа! Қызымды маған қарсы айдап салғын келеме? Қашып құтылам деп ойлаймысың? Мен ешкім алдай алмай. Апа, зәресін ұшырдыңыз ғой. Тоқта. Тоқтаңыз. Тоқтаңыз. Өткен жолы тура осы уақытта жетіп келіп, ұрыс шығарып еді. Өзі бір шаршамайды екен. Ей, бұл Матурин ғой, және оның сыңары. Не боп кетті өзі? Не боп кетті?
Виктор ана жақта әлгі қорқынышты еле сүйіктіңнің ізіне түсіп, соңынан қуып жүр. Оны өлтірмекші. Не, қорыққаным сонша бұтыма жіберіп қойдым. Тездет бол, Фелисті құтқар. Матурин, көгершін қанатын алуды ұмытпа. Осымен шаруаң бітті. Тәжгем деп дәмеленбей ақ қой. Адамдар сені қойылым алдында ғимараттан абайсызда құлап кетті деп ойлайтын болады. Енді сен де дет сияқты ақсақ боласың. Сөйтіп опера үйінен кетуіңе тура келеді. Фелис, жібер оны. Қап кешір. Фелис! Жоқ. Я, ойымдама Фелис, қойылымға үлгіресің. Көкке самға. Я. Дер кезінде жетеміз. Көресің. Үшінші нұсқасында тежегішін жақсылап ойластыр. Әйтпесе бүгін құлап қала жаздадық. Бірден сынап шыға келмей өнер табысын керемет екен деп айта салсаң нең кетеді? Жарайды. Қане, құлағым сенде. Виктор Франсуа Хаве. Бірінші, сен атақты өнер тапқашысың. Рахмет. Міне, енді дайынсың. Бар күшіңді сал. Сенің қолыңнан келеді. Бұл жолы бәсте сен жеңдің. Көптен күткен арманың орындалды. I had a dream, or was it real? We crossed the line and it was on. Can't make it stop, give me all you got. Бүкіл Париж халқын тәнті қылайық. Бұл менің сүйіктім. Оны жанымдай жақсы көрем. Балерина. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2018 жыл. Take me to emotion. I want to go all the way. Show me devotion and take me all the way. Take me to emotion. I want to go all
for us sitting in the sun, waiting for the passing trains, wishing you were here and wishing we could run, wishing we could run away, right across the river in a town so small. These are gonna change us